Ұмытпаған боларсыздар, бұйыл отандасымыз Елена Рыбакина Уимблдон турнирін бағындырып, тарихи жеңіске жетті. Қазақстанның үздік ракеткасы айналысатын спорт түр жайлы тереңірек білу үшін арнайы орталыққа келді. Ендеше элиталы саналатын спорт әлеміне бірге саяхаттайық. Кез келген спортта алдымен денені қыздырады. Біз де осы дәстүрден жаңылмадық. Алдымен жүгіріп, түрлі жаттығу жасадық. Жаттығудан соң бірден теннис кортына шығып кетемін десеңіз, қателесесіз. Әр қимылға аса мән беріп, техникалық жағынан дұрыс орындау үшін арнайы дайындықтан өту керек. Когда новенькие приходят в теннис, теннисте үйренем дейтін адамдарға арналған арнайы жаттығулар бар. Олар допты сезу, қимылдық қозғалысты дамытуға арналған жаттығулардан бастайды. Мысалы, осылай допты ракетаның көмегімен жерге ұру. Я осылай. Жарайсыз. Немесе осылай жасыл допқа жоғары ұру керек. Жаттығулар оңай әрі қарапайым болғанымен пайдасы мол. Мәселен, тұрақты түрде жаттықсаңыз аяқ пен қол, мойын, арқа бұлшық ет шынығады. Тіпті корттағы ойын көздің көру қабілетін жақсартады. Жанарында кінәраты бар адамдар маманның кеңесі бойынша теннис ойнайды екен. Десе де ойық жарасы, жүрек қан тамырлары жүйесінің созылмалы дерті бар адамдарға бұл спорттан бас тартуға тура келеді. Ал егер мұндай дерт түрлері болмаса, теннис ойнауды ерте жастан үйренген жөн. самый лучший возраст, я считаю. Менің ойым баланы 5 жастан бастап баулыған дұрыс. Бірақ қазір 3-4 жастағы балалар үшін бейби теннис деп аталатын арнайы топтар бар. Десе де еліміздегі 10 жасқа дейінгі балалар бағдарламасы бойынша 3 категория бар. Қызыл доп категориясы 5-7 жастағы балаларға арналса, қызғылт сары доп 9-7, ал жасыл доп 9-10 жастағы балаларды қамтиды. Теннис добының көлемі балаларға ыңғайлы болу үшін жасына қарай өзгертіледі. Павел 20 жылдан бері балаларды осы спорт түріне баулып келеді. Бізде тәжірибелі маманнан ойын ережесі жайлы ақпар алдық. Игра в теннис начинается, когда игроки... Ойыншылардың бірі допты алаңға түсірген кезде ойын басталады. Допты ойынға қоспас бұрын дұрыс тұру да маңызды. Бір қырыңызбен тұрыңыз, сол аяғыңыз алдында. Міне осылай ұру қажет. Алдымен диагоналдық бағытта алаңның бір бөлігіне түсіру керек. Егер қарсылас жауап қайтармаса, бір ұпай сіздің есебіңізде. Міне осылай. Жаттығудан соң ағзада эндорфиндер пайда болады екен. Ал бұл химиялық заттар ауруды басады және бақыт гормондарының белсенді әрекет етуіне ықпал етеді. Жүзімдегі күлкінің себебін ұғынған боларсыздар. Сіздерді де үлкен теннис әлеміне шақырамыз.